құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға одағайдың грамматикалық сипаты деген тақырыпқа байланысты дәрісімізді ұсынамыз. Бұл дәрісте одағайдың грамматикалық ерекшелігі, сөз табы, сөз тобы ретіндегі белгілері және одағайдың түрлері қарастырылатын болады. Одағай деп тілімізде адамның түрлі көңіл-күйін, сезімін білдіру мақсатымен қолданылатын. Сонымен қатар басқа біреуге бұйыру, ишара білдіру, шақыру, үй хайуандарын шақыру, айдау, қорғау мақсатында қолданылатын сөздерді айтамыз. Мектеп грамматикаларында одағайдың көңіл-күй одағайы, шақыру одағайы және шекіру одағайы деген үш түрі кездеседі. Ал ғылыми грамматикаларда одағайдың түрлері былайша топтастырылған. Бірінші көңіл-күй одағайлары, екінші императивтік одағайлар, үшінші тұрмыс салт одағайлары. Бұл жердегі императивтік одағай дегеніміз мектеп грамматикаларындағы шақыру және жекіру одағайлары. Ал тұрмыс салт одағайлары жеке топ құрайды. Бұған қазір тоқталатын боламыз. Одағай сөздер сөз табы ретінде қандай принциптерге жауап береді? Одағайлар өз алдына жеке тұрып лексикалық мағына білдіре алмайды. Дегенмен сөз табы ретінде танытудағы басты белгі оның семантикасы, яғни әрбір одағайдың өзіне тән семантикасы бар. Ал жеке басқа сөздермен байланысқа түспейтін, сөйлем мүшесі бола алмайтын болғандықтан одағайлардың морфологиялық және синтаксистік белгілері жоқ. Сондықтан одағайды жеке сөз табы ретінде тануда тек қана семантикасы негіз болады. Ал сөз тобы тұрғысынан алған кезде, яғни лексикалық мағынасына қарай сөздерді атауыш сөздер, көмекші сөздер, одағай сөздер деп үш топқа бөлетініміз белгілі. Соған байланысты одағай Ахмеди Ысқақовтың бөлуі бойынша атауыш сөздерге де, көмекші сөздерге де кірмейтін жеке топ болып саналады. Оның себебі одағайлардың басқа сөздермен сөйлем ішінде грамматикалық байланысқа түспеуіне байланысты, яғни оқшау қолданылуына байланысты. Сол себепті одағайларды ғалым академик Ахмеди Ысқақов басқа атауышқа, көмекшіге қоспай жеке топ, сөз тобы ретінде қарастырған. Келесі одағайдың түрлері. Бірінші көңіл-күй одағайлары. Көңіл-күй одағайлары атының өзі айтып тұрғандай адамның әртүрлі сезімін, көңіл-күйін білдіруге байланысты туындаған сөздер. Көңіл-күй одағайлары жағымды көңіл-күйді білдіретін одағайлар, жағымсыз одағайлар және әрі жағымды, әрі жағымсыз көңіл-күйді, эмоцияны білдіретін одағайлар деп бөлінеді. Жағымды көңіл-күйді білдіретін одағайлар әрдайым жағымды мәнде жұмсалатын одағайлар: алақай, ура, пах-пах, бәрекелді, оқу деген секілді одағайлар. Ал енді жағымсыз эмоцияны білдіретін одағайлар: әттеген ай, әттен, қап, тәйірі, пішту деген секілді одағайлар. Ал енді кейбір одағайларымыз айтылуына байланысты әрі жағымды, әрі жағымсыз эмоцияны білдіреді. Мысалға, пай-пай дегенді әрі жағымды мәнде, таңдану, сүйсіну мәнінде қолдануға болады, әрі ренжу, наразылық мақсатында қолдануға болады екен. Келесі одағайдың түрі императивтік ишара одағайлары. Бұлар мектеп грамматикасындағы шақыру, жекіру одағайлары. Бірінші адамға байланысты айтылатын одағайлар, екінші малға, үй хайуандарына бағышталып айтылатын одағайлар деп бөлінеді. Адамға байланысты одағайлар: айда, тәйт, сап-сап, стоп, жә, тек, әуп, әлди деген секілді одағайлар болатын болса, малға байланысты айтақ, моқ-моқ, шөре-шөре, сарап-сарап, көс-көс, әукім-әукім, тағы басқа одағайлар жатады. Үшінші топ тұрмыс салт одағайлары. Бұлар тілімізде қолданылатын адамдардың амандасу, қоштасу, тағы басқа қарым-қатынастарына байланысты қолданылатын сөздер жатады. Мысалы, қош, хайыр, рахмет, ассаламағалейкум, құп, ләббай, кеш жарық, тағы басқа
сөздерді немесе тұрмыс салт одағайлары деп атаймыз. Одағайлардың мағыналық ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, көптеген одағайлар бір мағына беретін болса, кейбір одағайларымыз бірнеше мәнді бере алады екен. Мысалға, алақай, ура дегендер тек қана қуанышқа байланысты айтылып бір мағынаны білдірсе, бәлі деген одағай, мысалға жаңағы айтқан пах деген одағай кейде жағымды, кейде жағымсыз мәнде, яғни көп мәнді одағайлар болып табылады. Одағайлар өзінің жасалуында дыбыстармен байланысты. Көбінесе дауысты дыбыстарға байланысты одағайлар, оның ішінде а дыбысы, ә дыбысы, о дыбысына байланысты одағайлар көп қолданылады. Ал енді қысаң дыбыстардан келетін одағайлар жоқ десе де болады. Тек бұлардың ішінде ы дыбысымен байланысты одағайлар, мысалы солай дегенде бірлі жарым қолданыстарда қолданылады. Осындай бір дыбыстан тұратын да одағайлар тілімізде бар. Келесі одағайлардың құрамындағы соңынан айтылатын дауысты дыбыстар көп жағдайда созылып айтылады. Бұл адамның түрлі эмоцияны беруіне байланысты. Мысалға, әттеген ай, бәрекелді деген секілді созып айту арқылы адамның сезімін, көңіл күйін, сол айтылатын ойға деген түрлі қатынасын, қарым-қатынасын байқауға болады деген сөз. Одағайлардың грамматикалық сипатына келетін болсақ, одағайлар түрленбейтін сөздер тобына жатады, себебі өзіне тән жалғауы да, жұрнағы да жоқ. Кейде субстантивтенгенде болмаса, жалғауды да қабылдай бермейді делінеді. Мысалы, кейбір одағайларға лали, шыл, шіл жұрнақтары жалғанып қолданылады. Ойбай, ойбайлау, айт, айттап, ах, ақлап, уклеп деген секілді. Бұл жерде одағай арқылы жаңа сөздер туындап тұр. Одағайлар құрамына қарай негізгі, түбір одағайлар және күрделенген одағайлар деп жіктеледі. Бір дыбыстан тұратын немесе бір буыннан тұратын одағайлар барлығы түбір немесе негізгі одағайлар болатын болса, күрделі одағайлар көп жағдайда бірігу, қайталану, қосарлану жолымен жасалады. Мысалы, мәссаған дегенде екі сөздің, мәссаған деген секілді екі сөздің бірігу арқылы жасалып тұр. Апырым ай, әттеген ай, бәрекелді дегендерде де осындай күрделенген одағайлар жасалады. Одағайға байланысты одағай тіркестер деген ұғым қолданылады. Себебі одағайлар көп жағдайда жеке қолданылмай, басқа сөздермен де тіркесіп жұмсалады. Сөйтіп, қасындағы одағаймен бірге қолданылатын сөздер одағай категориясына ауысады дейді. Мысалға, я деген, а деген, апырай десейші, ой деген, бәсе деймін деген секілді тіркестерді мағыналық жағынан бөлшектемей одағайлы тіркес деп қарастырамыз. Сонымен қатар көптеген одағайлардың, көптеген тұрақ тіркестердің құрамында осындай одағайлар кездеседі. Бұларды одағайлы тұрақты тіркестер деп атаймыз. Мысалға, әй-шәй одағайына де-ецтің қосып, әй-шәй деспей, әу десті, әу дейтін жер, ойбай салды, ах ұрды, шу дегеннен, әй-шәйға қарамай секілді қолданыстарды түйдекті одағайлы тіркестер деп айтамыз. Яғни олар сөйлеу ішінде оқшауланбай қолданылады. Одағайға байланысты қазіргі қазақ тілінде бірқатар еңбектерде мәліметтер бар. Атап айтқанда, қазақ тілінің грамматикасы 1967 жылғы академиялық грамматикада, Ахмет Исқақтың қазіргі қазақ тілі морфология оқулығында беріледі, қазақ тілі энциклопедиясында және қазақ грамматикасында одағайға қатысты мәліметтер бар. Сонымен қатар одағайды арнайы зерттеген ғалым Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың «Междометие в казахском языке» деген еңбегі арнайы зерттеуі бар. Одағайға қатысты мәліметтерді осы еңбектерден білуге болады. Сонымен
қорыта келгенде одағайлар лексикалық мағынасынан айырылған немесе жоқ, грамматикалық мағына беретін, соның негізінде семантикалық тұрғыдан сөз табы ретінде танылатын, түрлену жүйесі жоқ, өзіне тән қызметі жоқ, жеке сөз, одағай деп аталатын жеке сөз тобына енетін сөз табы болып табылады.